Сәуір айының 11-іне арналған күнделікті жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып естіп отыру үшін каналға тіркеліп қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сол кезде сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып, комментарий қалдырсаңыз, қуанып қаламыз. Тоқта сіздің сүйкімділігіңіз ерекше болады. Сіз сыртқы келбетке, стильге және өзіңізді күтуге көбірек көңіл бөлгіңіз келеді. Бұл өмірдің барлық салаларында маңызды артықшылық болуы мүмкін, тек кәсібилік туралы ұмытуға жол бермеңіз. Әріптестермен қарым-қатынасыңыз жақсы дамиды. Сіз өз басшыларыңызды оңай қызықтыра аласыз және іскер серіктестер арасында жанашырлық оята аласыз. Кейбір тоқтылар экстраваганттық әрекеттерге құмар болады. Өз беделіңізді түсірмеу үшін абай болыңыз. Табысыңыздан ләззат алыңыз, бірақ парасаттылықты есте сақтаңыз. Торпақ таңертең ерте іске кірісіңіз, дәл осы кезде сіз әсіресе өнімді боласыз. Маңызды сапарлар, көпшілік алдында сөйлеу және топтық талқылаулар сәтті болады. Сіз өте сенімді боласыз және барлық мәселелерді өз пайдаңызға шеше аласыз. Кеңсе құру және жаңа жабдық сатып алу үшін қолайлы күн. Дегенмен жұмыс күні аяқталғаннан кейін релаксация режиміне ауысу қиын болуы мүмкін. Туыстармен өзара түсіністікке жету әдеттегіден біршама қиын болады. Күтпеген шығындар болуы мүмкін, бұл мүмкін болады, бірақ бәрібір аздап ренжітеді. Егіздер келіссөздер жақсы өтеді, көпшілік алдында сөйлеу немесе презентациялар сәтті болады. Жалпы күннің басталуы жұмыс пен бизнес үшін қолайлы болады. Басшылық сіздің біліктілігіңізді бағалайды. Сапарлар да сәтті өтіп, еш кедергі болмайды. Кейбір егіздер кешке тітіркенуі мүмкін. Отбасы мүшелерімен немесе достарымен жанжал тудырмау үшін өзіңізді бақылауға тырысыңыз. Іс-шараларға қатысудан бас тартқан дұрыс. Және бұл сапарға барудың ең жақсы уақыты емес. Үйде демалу әлдеқайда пайдалы болады. Шаян жұмысқа дайындалу қиын болады. Күннің бірінші жартысында қажетті тапсырмаларға зейін қою қиын болады, әріптестермен қарым-қатынас қиын болады. Сіз ұзақ және ауқымды жобаларды бастамауыңыз керек, ағымдағы істермен айналысқаныңыз жөн. Қажет болмаса, басшылықтың назарына түспеуге тырысыңыз. Бірақ біраз уақыттан кейін күш-қуатыңыздың асқынғанын сезесіз, көптен бері қолыңыздан келмеген көптеген істерді аяқтай аласыз. Шаяндардың көпшілігі кешке шығып демалып, жаңа әсер алғылары келеді. Арыстан кішкентай қиындықтар сізді таңертең жолдан шығаруы мүмкін. Шамадан тыс тітіркену мүмкін. Іскерлік белсенділікті шектеуге тырысыңыз, ағымдағы мәселелермен айналысыңыз және жұмыста бос әңгімелерді қолдамаңыз. Арыстанның бизнесмендері жаңа мәмілелер жасаудан бас тартқаны абзал. Көлікті жүргізу немесе күрделі механизмдерді пайдалану кезінде өте сақ болыңыз. Кешке жақын адамдарыңыздан көптен күткен жаңалықтар мен тосын сыйлар алуыңыз ықтимал. Бұл қонақтарды, әсіресе іскерлік мәселелеріңіз бар адамдарды шақыруға жақсы уақыт. Бикеш. Сіз оптимистіксіз, бірақ біршама жеңілсіз. Сондықтан абай болыңыз, уәделерді орындай алатыныңызға кішкене болса да күмәніңіз болса, уәде бермеңіз. Жылдам шешім қабылдаудан аулақ болыңыз, қосымша ақпарат жинаңыз және бәрін екі рет тексеруге ерінбеңіз. Осылайша сіз өзіңізді ықтимал қателіктерден және жағымсыз салдардан қорғайсыз. Күннің соңында сізде көптеген әңгімелер, телефон қоңыраулары және жеке хат алмасулар болады. Кейбір бикештер қонаққа немесе кешке баруы керек, сондықтан сіз оң энергияға ие боласыз. Таразылар мүмкін, басқа адамдардың пікіріне тым сыни көзқарас. Бұл ағымдағы тапсырмаларды сәтті шешуге кедергі келтіруі мүмкін. Басшылықпен дауласудан аулақ болыңыз. Сондай-ақ әріптестермен маңызды мәселелерді талқылау үшін қолайлы күнді таңдаған жөн. Мамандығы өнермен байланысты таразылар іс қағаздарына ерекше мұқият болуы керек. Кешті үйде, отбасыңызбен, таныс және жағымды нәрселермен өткізген дұрыс. Сіз өзіңізді толғандыратын тақырыптар туралы сөйлесіп, жақын адамдарыңыздан қолдау ала аласыз. Саршаян басқалармен қақтығысқа бейімділік сізге жұмыс мәселелерін шешуге кедергі келтіруі мүмкін. Сонымен қатар ішкі қайшылықтар аздап күшейеді, бұл күрделі тапсырмаларға терең бойлауды қиындатады. Егер сіз өте шиеленісті сезінсеңіз, аздап демалуға тырысыңыз.
Ең қарбалас күннің өзінде сіз өзіңізге бірнеше минут таба аласыз. Бірте-бірте тынышталып, әр нәрсенің жақсы жағын көре аласыз. Маңызды адамдармен келіспеушіліктер туындаған саршаяндар қарым-қатынасты оңай қалпына келтіре алады. Ал сіздің жақындарыңыз кез келген жағдайда сіз тарапта болады. Мерген түсінік пен интеллект сізге жақсы қызмет етеді. Сіз әсіресе еңбекқор және сүйкімді боласыз, сондықтан кез келген жұмыс тапсырмалары тез және оңай шешіледі. Маңызды мәмілелер жасауды жоспарлаған мергендер ең қолайлы шарттармен келіссөздер жүргізе алады. Шағын сыйлық алу мүмкіндігі бар. Сізге көптен бері ұмытып кеткен қарызыңызды қайтарып алуыңыз мүмкін. Қабылдау, үлкен кештер немесе қонақтарды шақыру үшін тамаша күн. Сіз өзіңіздің сүйікті адамыңызға ерекше тартымды көрінесіз. Іздегендердің жақсы адаммен кездесуге мүмкіндігі бар. Тәуешкі жұмыс күні сындарлы болады және қанағат әкеледі. Сіз көптеген міндеттерді сәтті жеңесіз, әріптестеріңізбен және басшылықпен қарым-қатынасты нығайта аласыз, болашаққа перспективалар жасай аласыз. Іссапарлар мен шағын іссапарлар сәтті болады. Сіз кеңсеңізді реттеп, жаңа кеңсе жабдықтарын сатып ала аласыз. Жеке өміріңізде сізді қуантады. Отбасылық тәуешкілер үйдегі жайлықты құруға аз уақыт жұмсағаны жақсы. Ізденіс үстінде жүргендер жаңа қызықты танысу мүмкіндігін пайдаланып, кешке үйде отырмау керек. Су құйғыш әріптестер сізді болмашы нәрселермен алаңдатуға тырысады. Бірақ сізге барынша назар аудару және шоғырлану қажет болады. Сондықтан өсек пен бос әңгімеден аулақ болыңыз, содан кейін жұмысқа оралу қиын болады. Шапшаң шешім қабылдауға бейімділік жоғары, сондықтан ақпаратты екі рет тексеріп көріңіз. Артық шығынға ұшырау қаупі бар, сондықтан мүмкіндігінше қажетті мөлшерден тыс сатып алудан аулақ болыңыз. Бірақ кешке сіздің басқаларға тартымдылығыңыз ерекше айқын болады. Жаңа танысуды қалайтын су құйғыштар үлкен компанияға баруы керек, кешті көңілді өткізуге мүмкіндік болады. Балықтар, сіз бұрынғыдан да сенімді, шешуші және басқа адамдардың пікірлеріне тым сыни көзқараспен қарайтын боласыз. Мүмкін бұл сіздің кейбір әріптестеріңізге ұнамайтын шығар, бірақ сіз барлық тапсырмаларды ұшқыр түстермен орындайсыз. Сонымен қатар, сіз жоғарыдағыларыңыздың алдында құндылығыңызды арттырасыз. Көпшілік алдында сөз сөйлеу, конференциялар мен келіссөздер сәтті болады. Жылжымайтын мүлік мәселесі өзекті болып табылатын балықтар үшін ойлаудан әрекетке көшетін кез келді. Жеке өмір көп нәрсені қаламайды, бірақ бұл қысқа мерзімді кезең. Егер сіздің қарым-қатынасыңыз нашарласа, алаңдамаңыз, күте тұрыңыз, көп ұзамай бәрі өздігінен болады.